аэроұшақтарға, бортқа авиакомпаниялар қазақтың қасиетті домбырасын кіргізбейді. Бұл біздің ұлттық намысымызды қорлау деп түсінеміз. Қазақтың қасиетті домбырасы ол қатардағы жүк емес, біздің ұлттық құндылығымыз. Бүгінгі таңда осы қасиетті домбыраға қалай болса солай қарау біздің ұлттық намысымызға тиеді. Сондықтан да бүгінгі таңда әбден тайраңдап кеткен авиакомпанияларды қашан тәртіпке шақырасыздар? Қазақтың киелі қасиетті домбыраны ұшаққа әрбір өнер өкілі өзімен бірге алып кіру керек деп ойлаймын. Кешегі 32-ші аштықтың кезеңінде де өзегі талып, білегінен әл кеткен кезде де атамыз қазақ қолынан домбырасын тастамаған. Бүгінгі тәуелсіз кезеңде біз неге қолымыздағы домбырамызды құрметтей алмаймыз?